неге 10-15 жыл бұрын араласқан достармен қайта араласу өте қиын, иә? Белгілі бір өмірдің жағдайымен енді ажырап кеттіңдер, біреуі көшке кетті, күйеуге шығып кетті деген сияқты. Сосын қайтадан былай кездесіп әңгімелескеннен кейін жарты сағат максимум еске аласың. Содан кейін уже саған дискомфортно, ыңғайсыз бола бастайды. Мына андай как будто сен бір қалыпқа салып қойғандай болады. Не себепті? Өйткені ол адам сізді бұрынғы көздермен көреді. Иә? Қаласа да, қаламаса да, сіз 10 жыл бұрын мысалы қандай болдыңыз, ол адам сол сені көздермен көретін болады. Сіз қанша трансформация жасадыңыз, өзгердіңіз, бәрібір де ол өз ойын өзгерту өте қиын. Сонымен қоса, адамдар біздің өмірімізде бекерден бекер болмайды, иә? Дәл сол адам сіздің травмаңызға, установкаңызға, белгілі бір ойларыңыз үшін сіздің өміріңізде пайда болды, иә? Қазір сіз өзгердіңіз, сіздің установкаларыңыз өзгерді, сәйкесінше басқа адамдар пайда болды, иә? Сол үшін сіз сол адаммен сөйлессеңіз, сізге ыңғайсыз, уже басқа установка. И ол сізді бұрынғы сіздің қалпыңызда көреді, бұрынғы травмаңызда, бұрынғы установкаңызда көретін болады. И коммуникацияға қиын болады. Оны бұрынғы нәрсеңізді еске алғыңыз келмесе, бұрынғы жағдайлар емес, бұрынғы өзіңіздің қалпыңызды енді жаңа адамдармен араласу керек, иә? Өйткені дәл қазір саған келіп жатқан адамдардың барлығы ол сіздің айнаңыз, сіздің өзіңіз жайлы установкаңыз. Ол сондай сізге қарым-қатынас жасайды, иә? Мысалы, ал бұрынғы адам байқасаңыз, мен байқаймын да, бұрынғы мен араласқан адамдарым критиковать етеді, қатты критиковать ететін адамдар. Дәл қазір Құдайға шүкір менде ондай адамдар жоқ. Барлығы анандай толерантный, мені қабылдайтын адамдарда. Сосын бұрынғы адамдармен кездесек, маған некомфортно бар ғой, андай өте критикалық адамдар. То есть бұрын маған критиковать ететін адамдар нормально болатын мен өмірімде. Для меня норма, мен оны даже байқамайтын. Қазір қарасам, мен ондай адамдармен даже жарты сағаттан көп тұра алмаймын. Өйткені сіз дамыдыңыз, сіздің жеке шекараңыз өсті, өзіңізге құрмет өсті, басқа уже адамдар. Сол үшін өз жолыңызбен әркім кеткен дұрыс, әрине. Сосын жаңа адамдармен араласыңыз. Немесе енді бұрыннан бері араласып келе жатсаң,